Асас вакаларақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Ленуза Борсейтова çalışам. Қайырлы ақшамлар. Қырымда истисал етілген 200 автобус күзде Жұмхуриетте қатынап башлажақ. Бұл ақта Қырым парламентінің спикері Владимир Константинов махсус техника үшлеп чықарған Моисені зиярет еткенде хабер етті. Яңа автобуслар насыл топланғаны ақта Султания Ситакаеваның левқасында. Мұқайтлық нен ведос доғыры. Тезия оператора Роман Степанян чешіт қалынлықта алюмин кетенні майыштыра. Оның әллерінден мақсус машиналар üçün деталлерінің 80% кече. Бір күнде 500-ге яқын. Бұл диварлар верафлар. Машиналарға ерлештірмек үшін чешіт қысымларыны азырлаймыз. Мойсесе 2015 сене açılған еді, амма тек бина реконструкция етілген сон толу шекілді çalışып башлады. Шымдылек машиналарының сайысы чоқ дегіл, амма енді мақтанмаға ері бар. Бұл батақ ерлерінде юре білген ве чешіт ерде кечіп қар темізлеген мақсус техника васталары. Қазай құртарыжы техника истисал етілігі бойынша ең бұйық сымарыш Москва шіркетінден алынды. 2017 сенесі біз бірінші сымарышны еда еттік. Бұл яңғынжы машинаның кузовы еді. Бұл сене 200 бойле кузов ясап чықардық. Кележекте жемаат нақлиетіні топламаға ниет бар, тек бұл сене Қырым ихтияджылары үшін мұнда 200 автобус жиылажақ. Ең әвелі машина Ульяновск заводында комплектациядан кечежек. Мұнда есе біз салонны, кузовны бұтынлей жиямыз. Чешіт қошма донатма ерлештіреміз. Заводқа иш зияретінен Қырым Девлет Шурасының рейсі Владимир Константинов тәшриф бұйырды. О кабинаға көтеріліп, төмен өгіне отырды ве мақсус машинаның кейфиетіне қимет кесті. Владимир Константинов айтқанына көре заводта ең зиманеви технологиялар қолланыла, машиналар кейфиетлі, оңайтлы ве ишанчылы. Бұл мұнда Ахмезжетте истисал етілгеніне қуванамыз. Истисал ері бұйық ве кележекте да зияде артажақ. Бойле уникал яңғын машиналарыны бір ерде топламайлар. Бір Моисесе Москвада ве бізде бар. Бұл біз үшін ғурур ве шереф. 200 яна автобус күзде шер ара шерге яқын ве шер ішінде қатнаған маршрутларға чықажақ. Кележекте электромобиллеріні жеймаға планлаштыралар. Султания Ситакаева, Ким Бекиров, Миллет үшін. Алуштада открытый Крым адлоон бірінші бұтын Русия туристик форум яконленді. Ярмадада адетінже Русияның 60-тан зияде регионларындан экспертлер топланды. Курорт мевсім арфесінде бұл сааның кележегіні ве яңы осу имканларыны музакере еттілер. Нәтижелер насыл олғана қында бізім левхамыз. Суратлар энергиясы карантинден сонки драйв мевзуи сессиялардан бірі бойле адлана. Денис Карлов чықышта бұлына. О форумда медени туризмны тақдым еті. Өз тақдымна месейле концертлер ве тур индустрия ян-янаша ола білме деген фікірге қаршы чықа. Оның концепциясы оркестр Қырымның тимсаль ташыған ерлерінде чықышта бұлынмасы өзерінде эсаслана. Мисаль оларақ мермер қобасында. Яңы программалар олар әмді Қырымнен бағлы, белі даялар ой сесерлеріні яздылар. Ифигения адлы опера Тавридада yazылғаныны асадан біле. Ода Қырым вақиялары ақында. Моцарт язды, башқалары. Медени яшайыштан гастрономияға же туристик сергеде уникаль Моисенің мақсулаты тағдым етілді. О юзюм ұрлығындан яқ сыққан Русия женубінде екене Моисеседір. Мына бақыңыз, ұрлықлардан мына бойле қолбасчықлар қала. Урлықлардан есе ұн япыла. Бұл мақсулатын файдасы пек бүк ве сағлам яшайыштарзыны севгенлер оны пек бегенелер. Қырым шарапханелері бізге еулаған әр шайны қайта үшлейміз. 12 чешіт яғ чықарамыз. Әң суық сықылув. Бізді әр шай әр вақыт тазе. Шекерсіз татлылықлар, мейва суфлесі ведегер сырф экодесертлер. Мейва ве шифа берген отлардан ясалған шейлер. Қырым татлылықлары Түркияда ясалғанлардан артта қалмай. Бізде әмде суф өсімліклері тақдим етілді, олар пек файдалы. Секцияларының мұйым мевзуларындан бірі кечік ерлешіф объектлеріне дайыр. Мескен кодексіне кірсетілген дінішмелер бойынша ратланыжыларны мескен евлерге қоймақ яса. Қырым акиметі мұсафірлер еві деген анлам кірсетіліміне қол тұталар. Бұл бүтін мемлекет үшін мұйым алет. О құрылған мұсафырханелер азбарларына қануни шекілде құланмаға имкан бере. 9000-ден жеде объектны біз білгіледік. Оларның бір қысмы қанун бойынша çalışмай. Біздің вазифеміз қысқа мүддетте қанунилештірмек.
Кырым мемлекетимизде туризм лидерлеринден бірі қала. Владимир Путиннің эмірі бойынша ярымадада бір жылдан ратланғанларның сайысы 10 миллионға етмек керек. 2020 сене бұл көстергіч аман-аман 6,5 миллионы тәшкіл етті. Айша Шулакова, Диана Бекмамбетова, Ирвин Эмиралиев, Милет үчүн Алушта. Энди бу сене Жанкой районының Жадыра койының 150 кенжесі яңы земаневи бала бақчасына қатынап башлажақлар. Федераль мақсадлы программа чәрчевесінде оның құружылығына 200-ден зияде миллион рубле айырылды. Объектте Акиме Сейдаметова bulundu. Жадыра койының сакинлері үчүн мектеп чахына же муэссисе ачылуы чоқ бекленілген вақиядыр. Балалар бақчасы чоққа созылыр деген фикірлер олған еді, деп байлашалар. Біз бірден ишанмадық, чүнки білесізмі, құрыжылық алып барылмайды. Шымдесе бұл объект насыл тестікленгенini көреміз, оның үшін шымденді ишанамыз ве балаларымыз тезден бала бақчасына қатна башлажақлар, біз ісе частлы олырмыз. Құрыжылық 2020 сене август айындан алып барыла. Объектте 45-тен зияде адам чалыша. Бүгінгі күнде бірінші қатны қапатқан плиталар арматуранен хавилештіріле ве территория абаданлаштырыла. Объектте модуль блок котельняның монтажы екінленді. Бина 2 қатлы олажақ. Объект 60%-ға азыр. Умуми медаллығы 1,5 квадрат метр олған 2 қатлы бинада 7 группа чалышажақ. Музыка ве беден тербие заллары данатылажақ, ашхане, тиби кабинет ве мемури одалар назарда тутула. Esas bina ve bala bahçesi yanındaki meydanlar koralanacak. Bu hocalık teritoriyası. Anda kotelnya turacak. O endi montaj etildi. Temizlev inşaatları, bala meydançıkları olarının sayısı 7'ge yakın. Койның сакинлері құружылық бітмесіні сабырсызлық нен бекілейлер. Чүнки бала бақчасы açılsa, ана бабалар ішке чыға білежеклер. Ишлер эпісі график бойынша алып барыла ве энді елның сонуна же екінленежек. Акиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Милет үчүн, Жанкой районы. Россия Федерациясы Мудафа Назирлігі ава десант ордуларының ер ве ойын ансамблі Қырымда 85 йыллық юбилейіні қайдетті. Артистлер «Поклонимся великим тем годам» адлы концерт программаны азырладылар. Бүгін олар Илксефер Ахмеджетте Қырым Жұмхуриеті Девлет Академик музыка театрында чықышта болундылар. 1,5 саат девамында артистлер байрам уйтыны яраттылар ве Қырым сакинлеріне яқшы кейф бағышладылар. Концертте Сабина Денеева болунды. Бу ешіл көзлер эм куванч, эм декедер көзляшларынен толу. Улы ватан жанкы екінленген вақыт Нина Царенко 4 яшында еді. Бала хатырлавларыны пек қыметли сая. Бүгін музыкаль театрге Русия ава десант ордулары ерве ойын ансамблінің концертіне келді. Тәе суратларыны ифәде етіп оламай. Bizim көйімізде 3 yıl немселер oldu. 17 кышыны тыры яқтылар. Onun üçün бұларны эпісіні хатырлайым. Не üçün ағлағанымны анлатып оламайым. Бұларны санки өзімден кечірдім. Концерт сейджілеріні первасыз қалдырмай. Катюша түркісіні бұтын зал ерлады. Юзлерді тәбесімлер. Люббеттекі ерні есе нефес алмайып дінлейлер. Светлана Кузнецова үшін концерт Ильхам берген мен Баадыр. Ана бабасыны хатырламақ үшін келді. Улы ватан женкінден бағлы әршей мен үшін бұйық әмейет ташы. Чүнки менің бабам Ахмеджетіні азад еткенлерден бірі еді. Бұның сонки ұрушу еді. Радист аты жейді. Бұл ұрушта бір көзіні жойды. Жын киларыны түркілері. Таншылық ватан севгі ақында. Русия вадисант ордуларыны ерве ойын ансамблі бұл санада Илксефер чықышта болуна. Хор, оркестр, ойын группасы. Умумен 60 адам байрамы өтіні яраталар. Ансамбль bu sene teşkil etilüvünün 85 yıllığını kayıt etecek. Onun için bu biz için jubiley sene. Şunun için biz Karaman şehirler boyunca turne etmege karar aldık. Sizge de geldik bizim tuğan Kırımımızga. Yarın ise aynı şu konцерт программасы ile ансамбль Киричке yol alacak. Sabina Денеева, Дмитрий Низовой, Милет үчүн. Исмаил Гаспринскийнің Ахмеджеті Марифчының адынен бағлы қатыра сақлаған ерлер бойынша экскурсия Қырым пайтақтында кечті. Қырым татар медени тарихи асабалық музейінің зияречілері әм виртуал, әм де реал сияхатқа дала білділер. Экскурсияда мұхбиріміз Гузель Мамбетова болынды.
Виртуаль саяхат Ахмеджетте кішілер гимназиясындан башланды. Бу ерде Исмаил Гаспринский 2 ел оқыды. Тарихи малюмат оқув муйсесесінде оз заман өкім сүрген муетнен таныштырды. Қырым-татар медени тарихи асабалық музейі Ахмеджетте Маревчының адынен бағлы 11 объектны тақдым етті. Исмаил Гаспровның ады тек Бахчисарай үшін дегел, бүтін Қырым ве асы да Ахмеджетте үшін де пек муйым. Ве оның адынен бағлы ерлер, биналар Ахмеджет шерінде де баяғы бар. Оны мұтлақа білмек керекміз. Экскурсиядан соң зияретчілер хатыра сақлаған ерлеріні өз көзлерінен көре білділер. Ахмеджетте Чехова 20 адресі бойынша ерлешкен бина. 20 асырының бірінші ярасында қырым-татар ичтимai сияси ве медени яшайышында юз берген вақияларының шатыдыр. Бұл evde Қырым мұсылмаларының құрылтайы кечкен еді. Тәдбірде бұтын Қырымдан 1,5 bin делегат ве 500-ге якын давет етілген мұсафыр иштирак етті. Шефика Абдураманова Қырым-татар медени тарихи асабалық музейінің ilmi мариф ішлері бойынша усылжысы. Топланған экскурсоводларға Исмаил Гаспринскийнің омырындың чоқысы дәлелер ақында тариф етті. Бұл Исмаил Муфтизаденің evi. Мына біз оның шынды қаршысында тұрамыз. Исмаил Гаспринскийнен оларының пек çox бөлі бір бағы var. Ексі да арби қызметінен оғрашайдылер. Ве бұнда Қырымда олар бөлі бір мақсатнен оғраштылар. Бұл bizim тәсіліміз, мәдениетіміз ве илахре. 1905 сене Ахмеджетте мұсылман хайрия жемиетінің қарары иле бірқач ай девамында дини тәсіл берген Рушдие мектебі құрылған еді. Бұл ішкеді Исмаил Гаспринский бұйық исе қошқан еді. Шымды бұл бинада оның адыны ташыған китапханемыз ерлеші. Бөлі күчік сияхаттан атта Қырым пайтақтының тәжірибелі гидлері терен тесюрат алдылар. Айретті қалғаны мақта айтмақ істерідім. Қырым-татар тарихи асабалық музейі уникальдыр. Біз бүгін текрарланмаз даққаларны есеттік. Бұл шерінен яныдан таныш олдық. Өзіміз үшін мерақлы шейлеріні ачтық. Исмаил Гаспринский медениет ветасилин кишафына қошқан есесі бек бұйық. Қырымда Маревчінің ады шерве қасабалардаки он соқаққа берілді. Ахмеджетте оның адыны музей ве медиацентр ташы. Гузель Мамбетова ве Дмитрий Низовой. Миллет үшін. Бүгін жұма күні демек невбетте ватандашларымыз ақында бізім даими рубрикамыз. Бұл сефер телевизион тақымымыз Едік Құю районына Кефе ханымы 2021 унваныны қазанған ватандашымызға ел алды. Конкурсның ғалибінен Сабина Дениева сөбетлешті. Дүлбер жазибели өзінде векушлерінде емен. Миссис Кефе 2021. Бүгін біз Еді Құю районында яшаған Ниярова Джиповаға мұсафирлікке келдік. Қыз әжілееджі ве ішічі қолғанына бақмадан Кефенің епісі Дүлбер ханымларыны енні полды. Мен үшін бұл өзімі сынап бақмақ еді чеші джейттен іштирак етмек харарым, апансыз олду бұл мерақлы деп сайдым. 8 жюри азасы 2 айдевамында санада қызларының ішіні көзеттілер. Ғалибе қазанмақ енгел олмады. Бұрынжы кере іштирак етсен да азияды. Қыр қыздан финалға тек 10 чықты. Дефиле подиум адымы ве қырачилер қияфеті. Іштиракчилерні санада өзлеріні тұтмаға үгіретелер. Ена ғыр васифе бұл еджанланмамақ екен. Башында пек мерақлы еді, ama sonunda pek ağır. Çünkü sonki hafta devamında kergin idmanlar geçti. Aramızda güçlü iştirakçiler çok edi. Hatta o geçi hanımlar oldu. Дүлберлі конкурсы бұл яшайыш мектебідір, деп сая Кефе ханымы. Ғалибе она да зияда именлік берді, адамлар ен құнышмаға үгіреті. Ама оның яшайышында ең büyük muvaffaqiyet 5 yaşlı Ясмина қызыдыр. Бұл кечкенеді сананы пек бегене. Анасының muvaffaqiyetini tekrarmaға istер еді. Менің татлым, кел бақ, мана ярдым ет, ноутбукқа бақ. Ана не yazamında? Adliye sayasından beauty alemine. Кефе ханымы дүлберлік индустриясында muvaffaqiyet ile adımlay. Бұл күнде она онға яқын ханым келе. Білгі артырыжы программаларны қачырмай, янықларны көзеті, дайма мүкемелеші. Ве атта иш күнлері бұл ижеди жерян олса керек. Бұл иш қараманымызның ве она мұраджат еткенлердің кейфіні көтере. Гүзелік алемінде 10 ел шакси студиясыны açmaq ниеті бар. Макияж, перчемлер, хашларнен чешет манипуляциялар шымды мод олған йөнелеш. Болар эпісі мен үшін пек мерақлы.
Шымды Нияра Дюльберли конкурсының суперфиналына азырлана. Қырымның Эндюльбер ханымыны күзде сечеджеклер. Сабина Динеева, Арсен Фукала, Милет үшін, Еді Қойы районы. Ратлық күнлері Милет телеканалында Қырымның эсас информацион программасы Жума ертесі ве базар күнлері. Айша Шулакова нәтижелер или адлы программамызны қачырмаңыз. Мұқадес Рамазан айдевамында яйнымызны саат 18-де сейретіңіз. Тағдыр белгілейші апрель. Бу эркес үчүн пек эмиетле. Тек реабилитирленген халклар үчүн дегил. Чүнки хаталарны танымак керекмас. Атта біз оларны япмасақ біле. Русия президенті Владимир Путиннің эмірі тарихи адалетсізлікні қайырдан тікледі. Еді елі велсі Қырым халклары чоқ вақыт беклеген реабилитацияны әлді еттілер. Беден верух үшін сынафайы, темізлену фи Аллаха ибадет ету вақты. Бір айымызда ораза тұтмақ үшін біздің ойымызын бойыншыдыр. Мұсылманлар үшін en emiyetli ай башланды. Қырым сувнен теминлюв проблемлеріне 165 миллиард рубле. Бұл ал қиметлі ресурс елемеслені чезермі? Энді бештерек Зуя сув станциясындан сув açılıvы темін етілді. Октябрь айында эпысы 11 скважинаны екінлемеге планыштырамыз. İçtimai қиметлі объектлер ақында толу малюмат. Қырымның мемарлық ве құрыжылық Назиры Михаил Храмовның эксклюзив интервьюсы. Ашылама компания девам ете. Менің 2 балам бар. Мен пневмониянен ятып қалмаға істемейм. Оларны сон кім бақачақ? Қырымда мобиль вакцинация мерkezleri çalışып башлады. Ершей Қырым сакинлерінің онайтлығы үшін. Хатырлата Мұқадес Рамазан айы девамында Қырым татар тілінде ақшамки хаберлер чықышымыз едіні 15 даққа кечкенде башланacak. Қачырмаңыз, бұл ноқтада мен екінлейім. Қайырлы ақшамлар.